Бір жамандық болатын сияқты. Нақты не екенін білмеймін, бірақ айналамнан жаман энергия сезілуде. Ол ақыры осында. Мені байқағанына күмәнім жоқ. Жарайсың Тенма, сенің арқаңда ол өз шаринганын оятты. Және Итачи, мен ойлағаннан да мықтырақ екен. Мен тезірек барып Обитоға жеткізейін. Мадара Учиха, біз ақыры қайтадан кездестік. Енді бетпердеңді шешіп, шайқасқа дайындалатын уақыт келді. Менімен шайқасып өлгің келіп жүрме? Балақай Учиха. Вау, неткен сыйлық. Сен ақылды балақай. Маған қалай шабуыл жасау керек екенін білесің. Мен сені осы уақытқа дейін бақылап келдім. Сенің әдістеріңді және олардың қалай жұмыс жасайтынын зерттеп білдім. Және сенің мүмкіндіктеріңнің шегін білемін. Өте данышпансың. Бірақ сенің ақылдылығың маған қарсы көмектеспейді. Өте жылдам. Оның тайджутсуы өте жоғарғы дәрежеде. Дәл мен ойлағандай, бұл шайқас оңай болмайды. Бірақ мен жеңілмеймін. Сол түн, әлі менің есімде. Сол түні біз Учиха руын қырған болатынбыз. Мен оны бақыладым, және оның қимылдары менің есімде. Бірақ сол кездегі Мадара, қазір менің алдымда тұрған Мадараға қарағанда әлдеқайда әлсіз. Қазір ол бұрынғыға қарағанда әлдеқайда мықты, және өте жылдам. Таңғаларлық Итачи, сен сол күннен кейін мықтырақ болдың. Негізі менің жоспарымда Учиха руын қыру болмаған. Менің сен үшін болашаққа деген жақсы жоспарым болатын. Сенің ол жоспарың маған емес, тек өзіңе жақсы болатын. Ешқандай себебін білмей жатып, өз қандастарыңды аяусыз қырып тастадың. Сен сондай жауыз адамсың. Сол сәтті пайдаланып, сенің көзіңді құртуым керек еді. Мен оны бағаламаппын. Менің сақ болуым керек. Ол не істеу керек екенін біледі. Бұл шайқас физикалық күштің шайқасы емес, ақылдылықтың шайқасы. Ол сол түннің өзінде өте мықты болатын. Бірақ оның күші сол сәттен қарағанда қатты дамып кеткен. Ол бұндай күшпен тіпті Хокаге болар еді. Бұндай талантты баланы өлтіруге тура келетіні өте өкінішті. Аматерас! Қызық, ол не үшін Аматерасу қолданды? Маған Аматерасу әсер етпейтінін ол жақсы біледі. Әлде менің шыдамдылығымды тексеріп көргісі келді ме? Жоқ, ол менің шыдамдылығымды жақсы біледі. Сенің ойыңды оқу мүмкін емес, Итачи. Итачи, неліктен бағалы чакраңды құртып бұл әдісті қолдандың екен? Мен сенің ауруың жайлы жақсы білемін. Ол менің ауруым жайлы қайдан біледі? Сен бұны басынан ақ жоспарладың. Сен мен ойлағаннан да әлдеқайда мықтысың. Мен осындай арзан әдістің кесірінен жеңіліп қалуы мүмкін бе? Қалай болғанда да сен жеңдің. Мен сенің камуи әдісіңнен біртүрлі нәрсені байқадым. Сен кез келген затты өз әлеміңе тартып ала аласың. Бірақ сол тартып алып жатқан нәрсенің соққысы саған әсер етеді. Мені өз әдісіңмен тартып жатқанда мен Аматерасу қолдандым. Бәрі аяқталды, қош бол. Құдайға шүкір, Изанагидің арқасында аман қалдым. Енді Итачиді толықтай зерттеп оның көзін жоюым керекпін. Әйтпесе болашақта ол маған қатты кедергі етеді. Бірақ қалай болса да мен Учиха Итачиді жеңуім керекпін. Мен сені толықтай зерттеп қайта оралатын боламын. Мені күт, Учиха Итачи. Сәлем Итачи,
Саған бір өтінішім болып тұр. Жебе арнасын 95% адам тіркелусіз көреді екен. Оларды Аматара суымен өртеп жіберші. Хей, бұл жай ғана әзіл, ешкімді өртемейміз. Бірақ сонда да арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қой. Менің ойымша достар, егерде Итачи мен Обитоның Акацукидегі кезіндегін алатын болсақ, олардың шайқасы дәл осылай болар еді. Әрине, Обито дәлсіз емес, оның физикалық күші мен әдістері өте мықты. Бірақ Итачи бір ғасырда бір туатын данышпандардың бірі. Сондықтан өзінің ауруы мен чакрасының аздығына қарамастан Итачи жеңеді деген ойдамын. Әрине достар, егер Обито мен Итачидің ең мықты кезін салыстыратын болсақ, Обито Итачиді жеп қояды. Бірақ сіздер шатастырып болмаңыздар, мен бұл видеороликте олардың Акацуки кезіндегі күштерін салыстырдым. Мен келісерсіз деп ойлаймын, сіздермен бірге болған жебе арнасы, қош сау болыңыздар.